Сәлем достар! Бүгін біз орманға келдік демалуға. Бізге физикалық активтілік өте маңызды. Мына денсаулық сақтау ұйымы әлемдік бір күнде минимум 30 минут белсенді активтілік керек. Сондықтан бүгін біз мынадай жерге келдік. Қараңыздар, орманды жер. Мына жерде шыршалар. Сосын мына жерде үлкен мынандай шанамен сырғанайтын жер бар. Тоже сол жерге бардық. Кеше 3 сағаттай осындай белсенді физикалық активтілік болды. Себебі мен көбінесе жұмысым отырып жұмыс істейтін болғандықтан мен үшін өте маңызды. Денсаулықтарыңызды жақсарту үшін, сонымен қатар ағзадағы холестеринді төмендету үшін белсенділік өте маңызды. Егер сіз диета ұстағыңыз келмесе, күнде белсенді активті болғаныңыз дұрыс. Сәлем! Менде бар лопата и қар. Вау! Орманға келдік, иә? Иә. Орман ұнай ма? Иә. Қазір көрсетем. Бұл бізде Көкшетаудағы шаңғы тебетін орталық. Осындай орман арасында орналасқан. Экологиясы өте таза. Қараңыздар қандай. Бір адамдардың тойлары болып жатыр. Жарайды, ана жолмен жүрейік. Осы жолмен мен бір жарым сағат жүгіремін. Мына жерде балам шанада осылай жүгірем, достар. Сіздің өміріңізден артық ештеме жоқ. Осы өмірден максималды рахат алуға тырысыңыздар. Я. Өмір өте керемет, әдемі. Қараңызшы, қандай әдемі табиғат. Қараңыздар. Я. Ал мына жақта шаңғы теуіп келе жатыр адамдар. Ал мына жақта менің қызым. Жаным! Қараңыздар. Қандай керемет жерде бүгін мен жүгіріп жүрмін. Сәлем! Тағы да сіздерге мықты энергия бергім келеді. Қараңыздар, қандай керемет. Өмір деген не деген ғажап. Өмір сүргім келіп кетеді, одан да қатты. Осылай мен шаршаған энергиямды осылай толтырамын. Осылай кеттік ал. Терең тыныс алуымыз керек, себебі ағзадағы май біздің өкпеміз арқылы шығады. Осылай. Ауа деген өте керемет. Енді мына жерде мен өте қуантады. Қараңыздар, қаншама адам шаңғы теуіп жүр. Денсаулықтарын түзеу үшін. Керемет ауа, табиғат. Саламатсыз ба? Здравствуйте. Саламатсыздар ма? Ал кеттік, жүгіреміз. Ал қараңыздар. Бұл менің қызым Айсана. Қазір екеуміз төменге қарай жүгіреміз. Өте күшті болады деп ойлаймын. Осылай қазір ұстайым шаңғыны. Айсана, жаным, қатты ұста, я? Қатты ұста.
О май гад. Саламатсыздар ма? Бақытты болыңыздар. Жаңа көрдіңіздер, жас атаулар өзінің осындай күшті керемет бақытты күнін осындай табиғат аясында өткізіп жатыр. Өте керемет. Бізге бүкіл адамдарға лайфстайл керек деп ойлаймын. Лайфстайл ол не? Яғни сіздің өмір күнделікті қалай өміріңіз өтіп жатыр, я? Қандай керемет. Күшті. Айсана, мен сені жақсы көрем. Сен мені жақсы көресің ба? Айтшы, сен мені жақсы көресің ба? Я. Айтшы, жақсы көрем деп. Жақсы қойым. Үйшенім. Үйшекқайым. Мен де сені жақсы көрем. Бүгін керемет па? Ұнай ма саған? Я. Маған да ұнайды. Кішкентай балақай шаң теуіп жатыр. Привет! Как дела? Удачи, не уставай. Осылай қызыммен где-то 2 километр жүгірдім. Мен шаңғымен тынысым ашылып, бастапқыда кішкене қиын болды. Қазір тынысым ашылып, қазір жүгірсем өте жеңіл, қинай алмай жүгірем. Сондықтан бастапқыда өзіңіздің денсаулығыңызға қарай бастаңыздар. 100 метр жүгіресіз ба? 100 метр. Ендігісінде қосасыз ақырын-ақырын.